Қазақстанның мемлекеттік орталық мұражайы тек Қазақстанға ғана емес, Орта Азияға кеңінен танымал. Мұнда 300 мыңға жуық рухани жәдігер сақталған. Жалпы Қазақстанның тұрмыс-тіршілігін, тарихи өмірін, саяси өмірін бейнелейтін материалдар осында жинақталған. Музейде 7 экспозициялық зал бар. Олар палеонтология және археология, тарихи этнография, Қазақстан Ұлы Отан соғысы жылдарында және диаспоралар мәдениеті, тәуелсіз Қазақстан, ашық қор, антропология музейі, суретші этнограф Хлудов залы. Кіру билеті мектепке дейінгі жастағы балалар мен Ұлы Отан соғысына қатысушыларға тегін, мектеп оқушыларына 200 теңге, студенттер мен зейнеткерлерге 300 теңге, ересектер мен шетел азаматтарына 500 теңге. 20 адамға дейінгі топта арнайы экскурсиялық қызмет көрсету құны қазақ және орыс тілдерінде 1000, ал ағылшын тілінде 2000 теңге. Орналасқан орны Алматы қаласы, Самал 1 мөлтек ауданы, нөмірі 44 үй.